Сәлемдестер, короче, бар ғой, мен бүгін сіздерге бір ошаққа келе салдым. Мен тағы бір нәрсені айтып берейін, иә. Короче, соғысып қалған бір қызбен. Короче, бүйтіп мынандай болды басында. Короче, ошаққа келе салдым мен. Шаркентке келе салдым. И келе салғаннан кейін не істедім да, короче, мынандай болды. Мындай оқиғалар болды да менде. Болып қалдым да сол жақта. Барлық балалар шулайды, сабақтан қашады. Мен оны бірінші рет көптің сожы мен аузына ашылып қалды. Жаңадан блокнот арнадым өзіме. И оған барлық кімнен жынды болып қалған бәрін жаздым ол блокнотқа. И короче, ол кетті ғана блокнот. Ол енді соғысып қалғанын айтайын. Бір Нәрал деген қыз болды. Нәрал. И мен былай соғыстық. Былай соғысып қалдық та просто. Олар менен айтты, кімді өзіңе жақын, менімен дос болады дегендей бір нәрсе істеді деп айтты да. Короче, сол кезінде ренжімейсіңдер ма дедім. Ренжімейміз деді. И сосын мен басқа Нәрал таңдамадым, өйткені Нәрал мені жек көріп жүргендей болды. Өйткені мен енді адам өзі біледі ғой, енді кім таңдайды, кім таңдамайды. Сосын сол адамдарды құшақтадым, короче, құшақташы дейді да. Сосын сол адамды құшақтадым. Сосын Нәрал қатты ашуланып жүргендей болды да. Сосын маған қарамай қойды да. Сосын мен де біртүрлі болып қалдым, Нәралға не болды деп. Сосын ертесі қарасам, Амина деген қыз келіпті. Ол үшінші күн болды да. Үшінші күн дегенде, жоқ, екінші күн болды да. Сосын Амина деген қыз келді да, короче, келіп айтты, Нәрал сен біртүрлі не істеп жүр, айтып жүр дегендей айтты да. Сосын мен де біртүрлі болып қалдым. Сендер неге мен ренжімеймін деп айттыңдар ғой десем, ол айтпады деді. Сосын мен де біртүрлі болып қалдым да. И біраз тұрып, сен жігітің бар ма дегендей айтты. Осы сыныпта жоқ дедім, бұның барлығы тоқырбас дедім. Тоқырбас шынды дегендей айттым. Өйткені мен оларды жек көрем бала кезімнен бері. Өйткені маған тисе беретін олар ұзынағаштағы. Содан кейін бос не істемейтін оларды қатты жек көретін, сол үшін айта салдым. И ол екеуміз соғысып, бір-біріміздің бытышымызды шығардық. И сосын бір ағай келді, бізді татуластырмақшы болды, бірақ татуласпадық. Ертең ата-аналарыңдар келіңдер дегенде ұрысты да. И одан кейін қазақ тілде мен жылап отырмын. И қазақ тілі апай несін айтты, тиіспеңдер дегендей маған. Короче, осылай менің соғыстым.